Қазақпын тауымнан бұлақ іштім, өнерге, ізгілікке құрақ іштім, мерекеде ақ сәлем жолдап тұрған, жүргізуші күн сайын қуанышпын. Анамнан әлде жүрмен ән тыңдаған, өренбе, қанат қағып талпынбаған. Құтты болсын мерекең балғын достар, жалынды мақатлы талпын болам. Мерекеде жарасты сәнімізде, бебелейік шырқасын әнімізде. Қалымқанның баласы аты Мінжу, сәлем берді мейліп бәріңізге. Азаматы алаштың, биіктермен таластым, Елжан деген мен болам, баласымен жарастым. Дұғай сәлем қадірлі көрерменге, балғын достар, сендерге сенем менде, айналыңдар өнерлі кемеңгерге. Дұғай сәлем жұлдыздан өрендерге. Екран алдындағы көрермендер және барша балдырған достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін 1 маусым халықаралық балалар мерекесін құттықтап жатырмыз. Дәл осындай қуанышты күнде Синьцзян телевизиясы балалар арнасы қазақ тіліндегі қарғалдағы айдары еліміздегі әр ұлт балаларға тілейтіні 1 маусым халықаралық балалар мерекелеріңіз құтты болсын. 1 маусым бүкіл дүниедегі балалардың ең қуанышты күні. Тек біз ғана емес, әке, шеше, аға, бауыр, ата-апаларымыз да бізге ең жақсы тілектерін арнайды. Солай, бүгін бүкіл әлемдегі балалар мереке шаттығына шомыда. Мереке байланысымен Синьцзян телевизиясы да Синьцзяндағы барлық балаларға мерекелері құтты, күндері көңілді, оқулары табысты, армандары асқақ болуын тілейді. Барлық бала мереке шаттығына шомып жатқан аяулы сәтте балалар арнасында татымды концерт нөмірлерін барлық балаларға мерекелік тарту ретінде ұсынбақшы. Бала отанның келешегі. Бүгін біз барлық құрбыларымызға арнап тамаша бір концерт кешін сыйға тартпақшымыз. Әсем-ән, мың бұралған би, тағы езу жығызбайтын күлдіргілер барлығы менің достарыма қуаныш сыйлайды деп сенемін. Дұрыс айтасың, Елжан. Ендеше дәл сондай әсем ән, мың бұралған биімізді экран алдындағы балдырған достар асыға күтіп отырған шығар. Ендеше оларды күткізбей, тезірек мынау тамашамызды бастасақ қайтеді. Жарайды.